Сәлеметсіздер ме балалар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен әдебиеттік оқу 3-ші сынып 100-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы жеңіс күні. Балалар, бүгін барлық тапсырмаларды орындаймыз. Менімен бірге лайк басып, подписка кнопкасын басып қойыңыздар. Ендеше бізге берілген тапсырма жеңіс күні. Сұхбат алуға дайындаласын және сұхбат аласын. Бірінші сөзжұмбақты шеш делінген. Сөзжұмбақта майданда, дәулетті, нар, шын, үшін, көгерер деген сөз жазылады, я. Бірінші болат қайнауда шынығады, батыр майданда шынығады, батыр дәулетті елдің, бал құрғақ көлдің сәулеті, жүк ауруын нар көтереді, ел ауырын ел көтереді. Үшін ер жіпсе тасымас, жеңілсе жасымас. Отан үшін отқа түс күймейсін, жаңбырмен жер көгерер, батамен ел көгерер. Екінші тапсырма тұр көздердегі сөздерді оқы. Қазақтың батыр қыздарынан тағы кімдерді білесің? Мақал-мәтелдерге ортақ тапсырманы ойлап тап делінген, я. Екінші тапсырма қазақтың батыр қыздары Мәншүк, Әлия апаларымызды білемін. Мақал-мәтелдерге ортақ тақырып батыр. Үшінші тапсырма өлеңді тыңда. Жеңіс күні. Ойлап тұрдым көп, сауал бердім білгім кеп. Қуанышты мереке, жеңіс күні қай күн деп. Атамнан да сұрадым, көкемнен де сұрадым, ағамнан да сұрадым, апамнан да сұрадым. Тоста бәрі құлағын, дұрыс десті сұрағын. Бейбіт күнім бәрі де, жеңіс күні шырағым. Қайрат Жұмағалиев. 4-ші сынып оқы, өлеңнің авторы туралы әңгімеле. Қайрат Жұмағалиев ақын, аудармашы. Қайрат Жұмағалиев 1937-2014 жылдары Батыс Қазақстан облысы Орда ауданы Бесқұдық ауылында туған. Балаларға арналған көптеген жыр жинақтарының авторы. 5-ші өлеңдегі сұрақ бойынша берілген жолдарды қайталап оқы. Осы сұраққа сен қалай жауап берер едің? 5-ші тапсырманың жауабы жеңіс күні, 9 мамыр. Келесі 6-ші тапсырма тыңда. Бейбіт күн, бейбітшілік сөздерінің мағынасын біліп ал. Бейбітшілік болса, алаулап гүл тұрады, туған жер құлпырады. Бейбітшілік болса, түрленіп бақша бағы, тірлікте жақсарады. Бейбітшілік болса, үйлерде құламайды, ешкімде жыламайды. Бейбітшілік болса, балалар болады аман, аналар болады аман. Бейбітшілік болса, Жұматай Жақыпбаев. Бейбітшілік, тыныштық, қауіпсіздік. Бейбітшілік, жеңіске жеткен күніміз. 7-ші, 8-ші, 9-ші тапсырма. 7-ші тапсырма соғыс ардагерлерінен сұхбат алуға келдің делік. 5 сұрақ дайында. 7-ші тапсырманың жауабы: соғыста қандай қиындықтарға тап болдыңыз? Соғыста қандай рөл атқардыңыз? Соғыста сіздерге тамақты кім әкелді? Соғыс қарулары ауыр ма? Соғыс сіз үшін қандай? Келесі 8-ші тапсырманың жауабы: құрметті бізге бейбіт күн сыйлаған ата-аналар. Ер етегімен су кешіп, ат ауыздығымен су ішкен 1941-45 жылдардан кейін бізге бейбіт өмірді сыйлағандарыңызға алғыс білдіреміз. Біздің сіздерге деген құрметпен қошеметіміз ерекше. Сіздердің аянбай тер төгіп, жеңіс үшін жанын қиған ерліктеріңіз үшін әрқашанда бас иеміз. Балалар, біздің сабағымыз осымен аяқталды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, подписка кнопкасын басып қойыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар балалар.